Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен және де менің күйеуім Закир екеуміз қазан кебаб жасайық деп шештік. Сағат түнгі 11-де. Қазан кебаб жасау үшін бізге сиырдың еті қажет болды. Ол ет түгелі еріп біткен жоқ. Біз оны сақтап тураймыз. Сақтап емес, осылай жалпақтап тураймыз. Содан кейін оны саламыз да, біз оны кішкене сәл-пәл мариновать етеміз. Мариновать ету үшін бізге тұз, дәрімен, көз мөлшермен, тұз, бұрыш, соя, одан кейін кішкене сұйық май құйып жібереміз де, осылай араластырып, көп қоямыз, бір 10-20 минутқа, бәлкім өздеріңіз білесіздер. Содан кейін пиязды аламыз да, осылай турап шығамыз полкольцами, колечками. Сосын кейін осылай чеснокты аламыз да, екеу зубчик сосын жағында алая бізге көмектесіп жатыр. Екі зубчик чеснокты аламыз да, осылай сақтап тұрамыз. Енді сақтап тұрсаңыздан да болады, менде мынандай ручной бірдеңке бар, сонымен сақтай сосын аламыз да майды қыздырамыз табаға. Сосын кейін аламыз, май қозғаннан кейін осылай етті саламыз. Мен кішкене сәл-пәл ертерек салып қойдым да, просто қуырып аламыз етті. Бір жағынан, сосын бір жағынан кішкене су шығуы мүмкін, суы тартылған соң бір қуырып, қуырасыздар да жаңағы пиязды саласыздар. Пиязды салғаннан кейін пиязды көп қоймаңыздар, потому что тірідей болған дәмді болады да, пияз көбірек салса вообще күшті. Саласыздар да, пияздан кейін жаңағы чеснокты саласыздар. Пияз кішкене қуырылғаннан кейін чеснокты салып кеп жіберіп араластырып. Оның жанында бізде гарнирға күріш болды. Күрішті пісіріп алдым. Содан осылай әдемілеп болғанда бізде әдемілік деген второй планда қалып қалған, ондайға аса мән бере бермейміз, негізінде соны үйрену керек. Осылай саласыздар да гарнирді, сосын жанына осылай етімізді саламыз. Осымен қазан кебаб дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ.